рекламалауға. Енді маған сол рекламаға жазады көбісі. Беріде болып тұр ғой. Беріде, осы Шымкентте. Андай ипподромның жері. Ипподром. Сосын садақ ататын жері бар. Қазақи ғой бәрі осы. Қазақ садақ ататын жерге оғанда не қылдым? Киіз үйде қазақи не бар? Оғанда не қылдым? Сонымен ай, Есқара, саған бір атты дайындап қойдым деді. Болды, осыны рекламалап жүрсең деді. Атты ма? Атты. Сатайын деп тұр атты сонда? Жоқ, ипподромда сол ат мінетін жерлер ғой, серуендеуге болады да ақшасына. Қарасам, бір 8 оқитын, 3 оқитын қыздар мініп жүр екен. Онда айырып шабады екенбіз ғой дедім. Кешкі уақыт қой, кешкі уақыт. Қас қарайып кеткен. Мен мінем дегенше қап-қараң болып кетті общем. Ана ат өте биік, мускулистый. Маған да бүйтіп қарады ғой. Мінесін бар деп. Сосын. Жездем сияқты ғой. Сосын ұзын да. Сонымен ана аяқ киім бар менің. Мынандай аяқ киім ғой. Бершкадан алған ғой. Дәулі аяқ киім. Тағаға тырысып сиді ғой ана. Тағаға ше. Зорға тырысып сиді бүйтіп. Анаған да, мынаған да. Сөйтті да ана. Ал есеге жол болсын да былай қарай шабасы ғой 7 километр деп. Шақ еткіз артына ше. Ана ат. Деді ғой шеше. Қараңғы дейсің ғой жо. Тас қараңғы шеше. Қайқа барат қам Сен ұрып барады. Артта осы ашколар қалып қойған. Ашко! Деп қайтпайды шеше басы. Сен атқа міне аласың ба негізі? Міне алам ғой. Бірақ қайтпайды анау. Басы қатты ғой. Бүйтіп орап, бүйтіп қайтарам шеше. Тыңдамайды шеше. Айырып барады шеше. Ана жан даусым шығып жатыр ше братан. 7 километр ол қаяқ. Мен қай жаққа баратырмын? Білмейсің. Білмеймін. Тас қараңғы шеше. Барған сайын үдетіп жатыр анау ше. Алдын көтеріп шауып шеше. Тігідік. Қамшы отырым ғой ертоқымда. Астым тақ. Лашек еті жоғалып сүйекке кеткен. Бәрі жері ше. Уже братанше үміт үзілді менде. Рухым сорада кетіп қалды. Өзім ғана келіп қалдым. Құр сүлдерім қалды. Уже үйрене бастадым жаймен. Анағама. Сәл дірілдеп қоям бірақ.